Құрметті ұстаздар мен оқушылар, бүгін мен нөмір 21-ші орта мектептің кітапханасына келіп түскен жаңа әдебиеттермен таныстырамын. Әдебиеттің аты даналық әліппесі деп аталады. Достар, зияткерлік технология негізінде әзірленген даналық әліппесі сендердің өрелеріңді өсіріп, шешендікке тәрбиелейтін, халқымыздың асыл мұраларын игеріп, рухани тұрғыдан байи түсулеріне қызмет ететін құнды дүние деп есептеймін. Халқымыздың жыр дастандарын, әңгүйлері мен аңыз әңгімелерін, шешендік сөздері мен бата тілектерін жаңаша негізде ұсынған бұл еңбек тың идеяларды тәуелсіз еліміздің жарқын болашағына қызмет еткізу орайында жасалған алғашқы қадам болып табылады. Ол сендердің көңілдеріңнен шығады деп үміттенемін. Даналық әліппесі сендердің өз отанын сүйетін әрі тектердің тұлғалы азаматтары болып өсулеріңе ықпал етеді деп сенемін. Қазақстан Республикасының президенті Нұрсұлтан Назарбаев. Даналық әліппесі. Оқу тәрбие кешені. Жоба авторы Нұралы Құдайбергенұлы, Нұр Сұлтан қаласы. (2020 жыл). Даналық әліппесі кешенінің мазмұнына қобыз үні, домбыра күйі, бесік жыры, халық әні, халық аңызы, халық ертегісі, халық тағылымы, халық жыры, нақыл сөз, билер сөзі, аталар сөзі, бабалар батасы енгізілді. Олар баланың туғаннан бастап жас және жеке ерекшеліктеріне сай рухани құндылықтар арнасында тәрбиелеуге, дамытуға, қалыптастыруға бағдарланып, бір ізділік ұстанымы негізінде бір тұтас күйде жүйеленіп берілді. Даналық әліппесін отбасында, мектепке дейінгі тәрбие және білім беру ұйымдарында, жалпы білім беретін мектептерде, арнаулы және жоғары оқу орындарында кеңінен қолдануға болады. Аталған кешен нұсқаулық 12 кітап және сөйлейтін қаламнан тұрады. Бабалар батасы, халық ертегісі, ер төстік. Ерте заманда Ерназар деген кісі болыпты. Ерназардың өзі бай болыпты. 4 түлік малы сай болыпты. Жыры.
Жақсы мәдениет бұлақтары, арғы қазақ